Murat, sen атам Қошқарбекті енді көрмей кеттің, қыз арқылы талай естисің. Сен Қошқарбектен асып түсетін азаматсың. Сондықтан барлық жақсылық енді сенің қолыңда. Қалай рөлететесің, право-лево или только вперед, от тебе зависит. Біздің балдыздар оның бәрін орындайды, ақылы да, ісі де мол, ғалым, үлкен мынау шаруашылықтың мықты маманы, сосын мынау үйдің шаруашылығында бәрі жақсы біледі. Бұндай келін түсірген ел еш уақытта кем болмайды. Мен ойлаймын, сіздер қуанышты жағдай болсын. Біз Орекі, Сарагөл, Раушан бастаған, біз рақаттанып сырттан, құдалар амансыңдар ма деп звонок соғып, сосын анда сонда мына ыстық судан болсын, мынадай қазақтың шайынан болсын, әр үйде сол жалғаса берсін. Сондықтан барлық ата-бабаларымыздың рухыменен демі бізді қолдап, еліміз жақсы, осындай балалардың, қалған балаларға тойда жалғасып, Қошқарбек бірінші қазір құда болып отыр, әлі 2-ші құда. Үшінші болайын. Сондықтан әрі қарай жалғаса берсін Қошқарбек. Ешбір соғыстырмай, сол өзіміз жаңағы үндемей бір алып қоямыз. Алыңыз о дүниені нетіп алайық. Ал енді, солай болсын. Дұрыс па? Дұрыс. Ал енді мен көп жолдамайсыңдар, мұнаның екі атарым бар, біреуін жаңағы. Алыңыздар. Қуанышта отырыстар, алыңыздар, жақсылап алыңыздар. Ал енді біздің арамызда алып қойыңдар. Кім су алады, кім коньяк алады, кім шай алады, бірақ әйтеуір ішіп, қарындарыңызды тойғызып отырыңдар. Алып қойыңдар. Содан кейін мынау біздің жаман ұру күшін содан кейін мен бастап берем, әрбір сөйлеген адам ана жерге шығып не билейді, не бір дақпақ айтады, не бір анекдот айтады, не бір естелік айтады, не өлең айтады. Сондықтан біздің мына Сарагөл Мизамова деген керемет әні бар. Ол ән, ол мына дейміннен кейін қазір соны біз бастаймыз.